Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге будиненің жұмыртқасы туралы айтып кететін боламын. Менімен бірге болып, каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетіңіз. Мен әрине қуанышты боламын. Біз будиненің жұмыртқасын тауықтардың жұмыртқасын басып озады деп жатамыз. Будиненің 5 жұмыртқасы тауықтың бір жұмыртқасының салмағымен тең болса керек. Оның құрамында калий, фосфор, тауық жұмыртқасынан 5 есе көп түрлі дәрумендер бар деп жатады. Сонымен қатар, олардың құрамындағы калий, мыс, кобальт және түрлі амин қышқылдары тауық жұмыртқасына қарағанда әлде қайда жоғары. Құрамы осындай азықпен жүйелі қоректенген адамның әр түрлі ауру сырқауға қарсы тұрар дәрмені артып, жүрек қан тамырлар жүйесі мен ас қорыту мүшелерінің жұмысы жақсарады. Сонымен бірге, будине еті мен жұмыртқалары адам ағзасындағы радиацияны да шығарады екен. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин қандағы холестеринді төмендетеді екен. Егер тәулігіне будиненің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның күш-қуаты артады деп жатады. Будиненің қалыпты дене қызуы 42 градус болғандықтан, оның сальмонеллез, құс тұмауы сияқты жұқпалы дерттерге қарсы тұру қабілеті күшті. Сол себепті оның жұмыртқасын шекілей жұту өте пайдалы. Жапония мен Қытайда бірнеше ғасырдан бері оның еті мен жұмыртқасын халық медицинасында пайдаланып келеді. Тіпті Жапонияда мектеп оқушылардың таңертеңгі ас мәзірінде будиненің 2 жұмыртқасы міндетті түрде енгізіледі екен. Бұл балаларды бөртпе мен диетезден құтқарады, баланың ойлау қабілетін арттырады екен. Жалпы будине жұмыртқасына анемия, бас ауруына, демікпе мен туберкулез, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттеуге, салқын тигенге, тұмау, асқазан ішек ауруларына, әсіресе асқазан жарасы мен гастритке таптырмас ем болып табылады екен. Тіпті жапондықтар будине жұмыртқасын тұрақты тұтынады екен. Ол қатерлі ісіктің өзіне айығатынын дәлелденген екен. Тарихи деректерде будине жайында талай қызықтар жазылған. Будине еті патшалар мен ақсүйектерді жеңсік асы болған. Яғни дастархандарынан үзілмеген екен. Баланың иммундық жүйесін нығайтуға да септігі зор. Будине өсіруде алғаш қолға алғанда жапондықтар екен. Қазіргі таңда жапон будинелері мрамор будинелесі сияқты ағылшын будинесі, фараон будинесі атты 4 түрлі өсіріледі екен. Будиненің жұмыртқасы көптеген сырқатқа шипа, әсіресе адам организміндегі темір қалдықтары мен шлактарды тазартады екен. Бронхалық астма, асқазан және тағы басқа сол сияқты. Будине біздің қазаққа таңсық құс емес екен. Қазақ ертегілерінде де жиі айтылады. Бірақ осы жұдырықтай құстың еті мен жұмыртқасында соншама емдік дәрумен бар деп кім ойлаған? Бүгінгі видеом пайдалы болса, міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып кетіңіз, мені жоғалтып алмас үшін.